Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте керемет болып шығатын, жаздың нағыз аптап ыстығында шөлді басатын сусындардың бірі мохито сусынын дайындайтын боламыз. Ең алдымен өзіңіз қалаған цитрус жемістерімен міндетті түрде жалбыз қажет болады. Сыртын жуып тазаланған лимон, лайм, апельсинді қабығынан тазартамыз, ұсақ бөліктерге бөліп, ортасындағы дәнектерін алып тастаймыз. Сусынды спрайтсыз газдалған сарыағашпен дайындайтын боламыз. Алдағы уақытта менің рецепттерімді жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Блендердің ыдысына дәл видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп, жарты лимон, бір лайм және бір апельсинді жалбызды, яғни мята жапырақтарын саламыз. Бұл жерде мен 1,5 литр сарыағашқа шақтап дайындадым. Егер сіздерге көп мөлшерде қажет болса, қосылған цитрус жемістерін көбейтіп жасасаңыз болады. Енді біз артылған жарты лимон мен бір лаймды видеода көрсетілгендей тіліктерге кесіп аламыз. Бізге ол графинге әсемдік үшін қажет болады және мята жапырақтарынан да дайындаймыз. Енді блендерге салған цитрус жемістерімізге 1 стаканға жеткізбей сарыағаш құйып, блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Жақсылап езіп алғаннан кейін графинге ситаның көмегімен сұйықтықты өткізіп, қоюын бөлек қасықтың көмегімен алып тастаймыз. Осылай дайын болған сиропты барлығын осы графинге құйып аламыз. Осы сұйықтықтың ішіне қалауынша мұз кесектерін салып, үстіне жаңаға кесілген лимон мен лайм және мята жапырақтарын салып, үстіне салқын сарыағашты құйып араластырамыз. Осымен біздің үй жағдайында оп-оңай дайындалатын шөлді басатын мохитомыз дайын. Сіздермен бірге болған Ұлданай. Келесі видео рецепте кездескенше сау болыңыздар.